дәрет мәселесінде. Дәрет мәселесінде ең көп біздің қарындастарымыз, бауырлар жиі сұрақ қоятын сұрақтардың бірі, ол мынау қолға лак жасалған адамдардың дәреті бола ма, болмай ма, кірпік жабыстырғандардікі дәреті бола ма, болмай ма, осы мәселе төңірегіндегі сауал. Бірінші, завалул ма ямна усулал маин ила жасади кашамаин ва шахмин. Денесінде май, қалың май қапталған нәрселер болатын болса, адамның дәреті жүрмейді. Яғни, пленка сияқты қаптама. Мәселен айтайық, шаш, мейлі әйел қарындастарымыздың шашы. Шашы ұзын болған кісілер, шашы болғаннан кейін шашын бояйды. Мейлі еркек, мейлі әйел болсын. Сол бояған, шаш бояған өтема, дәретке өтемесе, шаштың кәдімгі мына біздің қазіргі химиялық барлық бояулар әйелдің ғұсыл алуына да, дәрет алуына да кедергі жасамайды. Бұда тұрған ешқандай мәселе жоқ. Егер бұл қаптамалар мына сырты парафин сияқты, яки воск сияқты сондай нәрселермен қапталған болса, онда дәрет жүрмейді деп айтылады. Енді тырнақ мәселесі құды солай. Тырнақ мәселесінде тырнақ үстіне типсі жабысса, немесе тырнақтың үстіне бір нәрсе қаптама жабыстырылса, сол дәрет есептелінбейді. Яғни, бұл медициналық жағдайда болса қалай болады? Мысалы, кейбір адамдардың тырнақтарына ауру жара шығып, сол тырнақтарының үстін лакпенен жарылып, мен өзім көргем, бір бактериялар, тырнақты жейтін бактериялар қолға жабысып, соның нәтижесінде үстін лакпен қаптайтындар бар. Мұны сондай адамдарға ғана шариғатымыз рұқсат беріледі. Қалған адамдар әсемдік мақсатында, жақсылық мақсатында, жақсы көрсету мақсатында жабыстырылған типсалар, басқа нәрселердің барлығы, лакпен қаптағандардың барлығының не дәреті, не ғұсылы есептелінбейді. Кірпік мәселесі. Кірпік мәселесі оның жасанды болуы бір басқа. Жасанды болуынан бір басқа, бұл жердегі әңгіме бет қолын жуу. Бетті жуу парыз болып есептелінеді. Бетті толығыменен су тигізіп жуу, яғни бет басталатын жерден, әр адамның шашының басталатын тұсынан, иектің астына дейін, құлаққа дейін осы аралықты дәрет алғанда жуу парыз болып есептелінеді. Бұл жер жуылмаса, адамның дәреті жоқ болып есептелінеді. Сондығынан бетті жуғанда толық су тию керек. Ал енді қалық су тигізбесе, онда бұл адамның дәреті жоқ болып есептелінеді. Сондығынан дәрет алған кезде міндетті түрде, мына көз енді бір сұрақ болады ғой. Адамдар жақсы, мынандай мағанда бір кезінде сұрап еді, адам жуған кезде дейді, бетін жуғанда көзін жұмады. Көзін жұмған кезде мына кірпігінің үстіне бәрібір су тимейді ғой. Өйткені судан біз рефлекторный адам бетін жабады. Бетін жапқанда көз жұмылады ғой деген сөз айтылған еді. Адамның кірпігінің үсті жұмылса да, кейін ол жер су тиетінің есебіне кіреді. Ал енді жасанды кірпікке мүлде су тигізбейтін барлығыңыз жақсы білесіздер, сондықтан болмайды. Тек қана жасанды кірпікті, жасанды тырнақты, бетіне жабыстырған жапсырмалардың барлығын әйел адам таза емес кезінде, яғни хайыз уақытысында ғана жабыстыра алады. Басқа уақытта жабыстыруға болмайды. Дәрет үкімі өтпейді. Сондықтан осы жерде бір мәселе енді көтеріледі. Кейбір мына түрік кітаптарында басы жазылып жүрген намаз кітабында ғой, жаңылмасам біреуінде жазып шығарған, оны апарып имам Шафиге апарып, имам Ағзам Абу Ханифаға апарып тіркейтін бір кішкене қателік сөз бар. Ол адам аузындағы пломбылар. Адамның аузындағы пломбылары болған адамның дәреті жоқ деген сыңайлы сөздер айтылады. Бұл қате сөз, бұл бірнеше адамдардың айтылған сөзі, бірақ бұған ислам ғұламалары толығымен келіспеген. Бұндай сөз жоқ. Яғни кез келген адамдардың аузында пломбы болады. Бұл табиғи жасанды нәрсе, ол болуы керек. Осыдан көп жыл өтіп кетті. Маған мешітте бір жігіттер, басқа жақтың жігіттері келіп, біз енді сізге келіп оқимыз жұманы 5 уақыт намазда, біз басқа мешітке бармаймыз. Неге десем, ана имамның аузында қаптама не бар екен?
тіс бар екен, қаптама тіс. Сол қаптама тіс болған үшін оның намазы қабыл емес, намазы қабыл, дәреті жоқ, дәреті болмаған, намазы жоқ деді. Мен айттым, онда сендер маған да ұйғыларыңа болмайды дедім. Неге дейді? Өйткені мен аузымда пломба бар дедім, 3 пломба бар дедім. 3 пломба болса, онда сендердің де намаздарыңыз өтпейді деген сияқты сөз айтылды. Сондықтан барлықтарыңыз бұда тұрған нәрсе жоқ. Ауызды жуу парыз болады, ғұсылда ғана, дәретте аузын шаю парыз емес. Басқа уақытта ол сүннет амалдарына келеді. Дәрет алғанда ғана парыз болады. Одан қалды, адамның денесіне су, мысалы айтайық, қолды шынтағы, мына саусақтан бастап шынтағымен қоса жуу парыз болады. Осы екі орталықта, мысалы алайық, мына жерге жара шықса, сол жараның бетіне біз лейкопластырмен немесе бинтпен бір нәрсе орап қойса, сол ораған жердің, мысалы айтайық, саусақтары жуылып келіп осы жерге дейін, мынадан былай қарай жуылмайды, мынадан былай қарай жуылу керек болады. Егер толығымен гипс қапталған болса, онда саусақтың ұштарын алса, ұштына ғана су тигізесіз, болды. Мынаның үстіне шариғатымызда жабира деген үкім бар. Жабира менен қолыңызды бүйтіп сүртіп қоясыз, сулы қолмен сол дәрет алған іспетіне иншалла өтеді. Сондықтан бір қызға айтып едім, бір қарындасымызға, намаз менен сұрайды өзі. Осы тырнақты үстіне тырнақ лакпен жабыстырсам, дәрет өте ме, намаз өте ме деді. Мен өтпейді дедім. Онда мен намазды оқымай қояйын деді. Мен айттым, сен білсең не айтып тұрғаныңды. Сен намазыма кедергі болмасын деп, тіпті қолыңды лактың тырнақты өзін жұлып тастауға дейін баратын. Яғни соншама намаздың қадір қасиеті бар. Сондықтан құрметті қарындастар, біз мағына тырнақты ұзын қылып өсіріп, немесе тырнақты үстіне жабыстырып, оны ұзартуында емес, мәселе соның тазалығында болатын шығар. Мүмкін соның жүрегінде болатын шығар, иманды болсын. Кешегі сіздің баршаларымыздың ата-аналарымыз қолын салқын суға салған күннің өзінде де аталарымыздың, аналарымыздың киімін қолымен жуып, қолымен іс жасағанда да соның қолдары сондай таза, пәкиза күйінде иншалла өткен болады. Сондықтан әр нәрсе енді заманына қарай шығар, бірақ десе де тазалық бірінші орында тұрады. Бұл осы сұрақты қойған кісілерге жауап.